Цех ішіндегі шудан құлақ тұнар. Бұл жерде корпустық жиһаз бен металл жақтауларын әзірлейтін регион 715 серіктестігінің мамандары білек сыбана жұмыс істеп жатыр. Бірі өлшек, екіншісі кесет, ал үшіншісі материалды жинауға жібереді. Мұндағы шаруаның басым бөлігін италиялық заманауи қондырғылар атқарады. Тиісінше аз уақыттың ішінде сапалы өнім тапсырыс берушіге жол тартады. Деятельность нашей компании более 15 лет направлена. Компанияның бұл салада 15 жылдан астам тәжірибесі бар. Біз балабақшаларды, мектептерді, университеттерді корпустық жиһазбен қамтамасыз етеміз. Тауарымызға сұраныс өте жоғары. Оған өткен жылы тіркелген статистика дәлел. Былтыр біздің серіктестік Қазақстанның бүкіл аймағына жиһаз саудалап 2000-нан астам арнайы кабинетті жабдықтады. Олардың ішінде STEM зертханалар да бар. Еліміздің 17 өңіріне сатылған тауардың басты артықшылығы заманауилығында. Мысалы, бұл қарапайым орындық, бірақ оның бір қатар артықшылығы бар. Мы используем уже полипропилен. Он более износостойкий, он более функциональней, он более современней. И, конечно же, он облегчен, потому что дети взаимодействуют с мебелью каждый день. Жақында серіктестікке тағы бір италиялық қондырғы жеткізілмек. Оның іске қосылуымен өндіріс көлемі артады. Жоспар құрылған. Биыл компания басшылығы ел бойынша 3,5 мың кабинетті мынандай дүниелермен жабдықтауға ниетті. Ал болашақта өңірімізде жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында тұрғызылатын білім ошақтарына өз өнімдерін қойғысы келеді. Мы начали подготовку, то есть... Жайлы мектеп ұлттық жобасына дайындықты бастап кеттік. Бұл бағдарлама қатысушыларынан сапа мен заманауилық талап етілетіндігі түсінікті. Сондықтан біз қазірден әзірленіп жатырмыз. Міндетті түрде қатысамыз. Өз өнімдерімізді еліміздің әр аймағына саудалағымыз келеді. Жалпы ақпармен бөлісейік. 2023-2025 жылдар аралығында Қазақстанда жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 401 білім ошағын салу көзделген. Оның 4-еуі Аққайыңдар өлкесінде тұрғызылмақ. По поручению президента Республики Казахстан... Жайлы мектеп ұлттық жобасы президенттің тапсырмасы аясында қолға алынғалы отыр. Бұл бастаманың арқасында 3 ауысымда оқу, апаттық жағдайдағы білім ұялары мен орын тапшылығы мәселесі шешіледі. Мектептер заманауи қондырғылармен және индустриалдық сертификаты бар отандық компаниялардың корпустық жиһазымен қамтылады. Қазіргі таңда біздің өңірде мұндай 2 серіктестік жұмыс істейді. Жайлы мектеп ұлттық жобасын жүзеге асыру үшін ел қазынасынан 2,6 триллион теңге бөлінеді. Оның 3-тен 1 бөлігі қондырғылар мен жиһаз сатып алуға жұмсалмақ. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, МТРК.